Әбу Сәрсенбаев табиғатынан әрі болмысынан өте биязы, Ақшабыл секілді кісі жанына көлеңке болып тиіп көрмеген жан екен. Сондай-ақ Әбу Сәрсенбаев мейлінше лирик ақын. Уа Ақшабыл, айтшы маған келдің қайдан, ақ төсінен күн сүйгенде жаралдың ба Алатаудан. Әбу Сәрсенбаев алғаш рет жазушылардың ішінде ең бірінші теңізді жырлаған ақын. Атыраудың теңіздің толқындары ақын ағаның жырымен ақжалданып, бүйраланып келді. Сондай қазақ жазушыларының ішінде тұңғыш рет қазақ балықшылары жөнінде жазған. Оған дәлел толқында туғандар капитан қызы. Қоңырайып жатыр алда жол әлі, кеудем кейде қоңыр күйге толады. Қоңыранмен қазақ бесік тербетіп, өргізіпті қоңыр баланы. Жұмекен Нәжімеденов қоңыр деген бір ауыз сөздің астарына сонау қазақтың атан заманнан бергі келе жатқан өмір тынысын, өмір тіршілігін, бар ұлттық сипатын сыйғызып жіберген. Жұмекеннің өлеңдері 90 ауыз сөзін тобықтай түйінін танытқан, қазақтың құдіретті тілін көрсете білген ғажайып музыка. Тәкен Әлімқұлов сөзден сарай тұрғызып кеткен жазушы. Жай сарай емес, күй күмбірлеп, сырнай сыңғырлап, шаңғылыз өңілдеп тұратын сарай. Тәкен Әлімқұловтың шығармалары қазаққа ғана тән қасиеттермен әдіптелген. Тәкен Әлімқұлов қазақтың қара сөзінің қара нары, зергер, білгірі болып саналады. Тәкен Әлімқұловтың таланты әсіресе әңгіме жанрында ерекше гүл ашты. Оның әңгімелерінде ерекше иірім, үлкен тағдыр жатыр. Тілді де ол тарих деп, тағдыр деп қабылдады. Сондықтан да Тәкеннің тілі қазақтың әдеби тілін байытқан ерекше мәйекті тіл болып саналады.